Сәлем инвесторлар, жай ғана инвестор емес, ақылды инвесторлар. Сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ бізде 7-ші сабақ, яғни тегін 12 сабақтың 7-ші сабағына келіп жеттік. Бүгінгі сабақ мен сіздерге білесіздер, ылғи да өте маңызды тақырыптарды қозғап жатырмын. Бұл сабақ маңыздының да маңыздысы деп айтайыншы. Сондай сабақтың бірі болғалы тұр. Ендеше сабақты бастайық, көп сөзбай. 7-ші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біздің қозғайтын ең негізгі тақырыбымыз және бүгінгі біздің барлық сабақтың материалдары, барлық сабақта берілетін ақпараттың барлығы осы тақырып негізінде өрбиді. Ол тақырып бізде инвестициядағы ең маңызды тақырыптың бірі әртараптандыру деген тақырыпқа бүгін тоқталатын боламыз. Әртараптандыру. Енді аты айтып тұрғандай, мына жерде бейнеден көріп тұрғандарыңыздай, әртараптандыру дегеніміз не? Бүгін біз осы тақырыпқа тоқталатын боламыз. Мен алдыңғы сабақта нақтырақ айтатын болсақ, ең бірінші сабақта сіздерге осы бір бейнені көрсеткен болатынмын. Тәуекел мен табыс тең болады деп, олар бір-бірімен әрқашанда егіз бірге жүреді деп сіздерге бірінші сабақта айтып өткен болатынмын. Яғни сіз тәуекеліңіз жоғары болатын болса, сәйкесінше табысыңыз да жоғары болады, ал табысыңыз төмен болса, сәйкесінше тәуекел де төмен болады деп мен бірінші сабақта сіздерге өте жақсы астын шегелеп тұрып айтып берген болатынмын. Енді осы кез келген инвестиция жасаған адам ол тәуекелмен бетпе-бет келеді. Олсыз біз қаражат таба алмаймыз. Олсыз біз қаражат табыс таба алмаймыз. Әрқашанда біз тәуекелмен бетпе-бет келеміз. Сол тәуекелден қорғанудың және сол тәуекелді алдын алудың немесе тәуекелді төмендетудің ең тиімді тәсілі ол бізде әртараптандыру. Әртараптандыру дегеніміз не? Әртараптандыру бұл дегеніміз инвестициялық портфельдің тәуекелін азайту мақсатында қаржыңызды әртүрлі құралдарға, салаларға немесе аймақтарға бөліп салу процесін біз әртараптандыру деп айтамыз. Яғни бір сөзбен айтқан кезде әртүрлі жерлерге қаражатымызды бөліп салуды біз әртараптандыру деп айтамыз. Әртараптандыруға байланысты бұл сөзге немесе бұл тақырыпқа өз ойын білдірген инвесторлардың ішінде біз әрине инвестордың атасы 95 жастағы Уоррен Баффетті алып қарасақ болады. Уоррен Баффет әртараптандыру бұл инвестициядағы сәтсіздіктен қорғанудың ең тиімді тәсілі деп атап өтеді. Яғни сәтсіздік инвестицияда әрқашан болады. Содан қорғанудың ең тиімді тәсілі ол бізде әртараптандыру. Яғни сіз егер компанияның қаржылық есебін түсінбесеңіз, оны оқи алмасаңыз, немесе оған бір көз жүгірте алмасаңыз, одан бір шешім шығара алмасаңыз, онда сізге әртараптандыру қағидаларын ұстау қажет болады. Бұл тақырып не үшін маңызды? Не үшін мен бұл тақырыпты қозғадым? Себебі мен қазірдің өзінде, міне биыл 2025 жыл, соның өзінде мен 400-ге жуық адамға инвестиция бойынша сабақ бердім. Оны инвестицияны енді бастағандар да бар және инвестициямен айналысып жатқандар да бар. Сол инвестициямен айналысып жатқан адамдардың мен сабағыма келген кезде портфелін қарасам, көбінде Халық банк, Каспий, Форте, Эйр Астана, Қазмұнайгаз, Казатомпром секілді ғана компаниялар болады. Яғни тек қана бір елдің компаниялары. Сәйкесінше олардың барлығы бір елден болғандықтан, оның тәуекелі де жоғарырақ болады, сәйкесінше оның табысы да азырақ болады. Яғни маған өте көп келеді ешқандай әртараптандыру жасалмаған портфельдер. Яғни сіздің де портфеліңізде ешқандай әртараптандыру жасалмаса, оның тәуекелі тым жоғары портфель деп саналады. Яғни егер нарық құлдыраса, сіздің портфеліңіз қатты зардап шегеді. Ол көп инвесторда осындай жағдай байқалады. Инвестицияны енді бастаған адам әуеліде осы Қазақстандағы ең негізгі компанияларды өзінің портфеліне қосады да, тәуекелді портфеліне өте көп жақындатып алады. Ал бұл тәуекелден құтылудың ең тиімді жолы, қазір біз қалай тәуекелді азайту керек екенін нақты көрсетеміз, бірақ бұл тәуекелді азайтудың ең тиімді жолы бізде
әртараптандыру. Жалпы портфельді не үшін әртараптандыру қажет? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Егер сіз барлық ақшаңызды бір ғана компанияның акцияларына салатын болсаңыз, мысалы мына жерде қарайық, болмаса сіздің портфеліңізде тек бір ғана компанияның акциясы болатын болса, егер сол компания үлкен шығынға ұшыраса, сіздің де қаржыларыңыздың барлығы яғни жойылып кететін болады, немесе қатты төмендеп кететін болады, немесе сіз де үлкен қаржылық шығынға тап болатын боласыз. Ал егер сіз бірнеше компанияның акцияларын, облигацияларды және де басқа құралдарды, алтын болсын, күміс болсын сатып алсаңыз, егер біреуі шығынға тап болатын болса, қалған екінші құрал оның шығынын көрсетпей, сізді әрқашан жоғары қарай не істейді? Итермелеп отырады. Яғни сізді жоғары табыс беруге мүмкіншілік беріп отырады. Яғни не үшін әртараптандыру қажет? Біріншіден біз портфелімізді өте жақсы қорғау үшін, екіншіден өте жақсы табыстылық алу үшін бізге әртараптандыру өте қатты қажет. Мына әсіресе инвесторлардың арасында, елдің арасында, мына қаржы мамандарының арасында кеңінен таралған мынадай бір мысал бар. Барлық жұмыртқаны бір себетке салма деген. Яғни сіздің себетіңіз құлап кететін болса, онда жұмыртқалардың барлығы сынып кетеді. Сол үшін барлық жұмыртқаны бір себетке салма дейді. Ол инвестицияның тілінде айтқан кезде барлық қаражаттарыңызды бір компанияның акциясына салмаңыз. Себебі ол компания құлап кететін болса, онда сіздің де жұмыртқаларыңыз, яғни сіздің де акцияларыңыз қатты зардап шегетін болады. Осы мысалды енді барлық жерде қолданылады. Мен де осы сабағыма міндетті түрде қосып өткенді жөн көрдім. Сол үшін де жұмыртқаларыңызды әртүрлі себетте жинаңыздар деп кеңес бергім келеді. Енді әртараптандыру деп жатырық. Енді әртараптандыруды қалай іске асырамыз? Оны портфельде қалай пайдалануымыз керек? Яғни портфельді әртараптандырудың 5 негізгі әдісі бар. Біз бүгін сабақта осы 5 негізгі әдісімен танысып, оны өмірде қалай қолданамыз? Сонымен де нақты мысалдар ретінде көрсетіп отыратын боламын. Портфельді әртараптандырудың бірінші тәсілі ол сала бойынша әртараптандыру. Сала бойынша әртараптандыру дегеніміз экономиканың бір ғана секторына емес, әртүрлі секторларға инвестициялау. Яғни тек қана мысалы технология саласына инвестиция жасай бермей, сонымен бірге денсаулық сақтау, энергетика, ауыл шаруашылығы салаларына да инвестиция жасап отыру керек. Енді бұл не үшін керек? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. 2019 жылы болған пандемия барлығыңыздың естеріңізде болар. Енді COVID-19 анау бізде бар ғой. Коронавирус кет деген секілді сол кезеңдер. Сол кезеңді еске түсіріп көрейікші. Бұл көп жыл болған жоқ қой. 2019 жылдан 23 жыл аралығында болды. Көп жыл болған жоқ. Сол сәтте, яғни пандемия кезінде зардап шеккен салалар қандай еді? Туризм және қонақ үй бизнесі болды. Өйткені елдегі адамдардың барлығы олар өздерінің елдерінде отырды, ешқайда шыққан жоқ, үйінде отырды. Әуе тасымалы және мұнай және газ саласы өте қатты зардап шеккен салалар болды. Егер сіз сол пандемияның кезінде осы салаларға ғана инвестиция жасап отырған болсаңыз, онда сіз қатты зардап шегетін едіңіз. Ал керісінше сол уақытта табысты болған салалар денсаулық сақтау, технология, тұтыну тауарлары. Яғни осы салалар керісінше өзінің өте жақсы табыстылығын берген. Яғни бұл жерден қандай түйін шығады? Біз өзіміздің портфелімізге тек бір ғана саланы қоса бермеуіміз керек. Сіз ойланып көріңіз, портфеліңізде тек қана бір саладағы жұмыс жасайтын компаниялар тұрған жоқ па? Соған мән беріп көріңізші. Егер бір саладағы компаниялар тұрған болатын болса, онда сіз портфеліңізге өзге саладағы компанияларды да міндетті түрде қосыңыздар. Себебі қандай да бір сала қиындыққа тап болса, ол өзімен бірге барлық компанияларды алып кетеді. Яғни өзімен бірге құлдыратады. Сол үшін де әртүрлі салаларға бөлгендеріңіз жөн болады. Жаңа айтқандай, пандемияны біз тағы да еске аламыз, олар осы сәтте айқын көрінді. Бір салаға инвестиция жасаудың, тек бір салаға ғана инвестиция жасай берудің зардабын шегіп қалуларыңыз мүмкін. Осы бізге пандемия айқын көрсетті. Яғни сіздің портфелеріңіз міне осындай, шамамен осындай болу керек. Енді оны әр адам өз шешеді ғой. Мысалы, тек қана бір салада болмау керек. Мысалы, мына жерге қарай, мына жерде технология саласы, қаржы саласы, болмаса денсаулық сақтау саласы, сол секілді әртүрлі салалардан жинақталу керек. Мына жерде салалардың аттары берілген. Communication, байланыс саласы, энергия саласы, денсаулық сақтау саласы, қаржы саласы, әртүрлі салаларға сіздің портфеліңіз бөлініп тұрған болу керек. Ол міндетті түрде
бір рет өзіңіздің портфеліңізге баға беріп шығыңыз, бір рет қарап шығыңыз. Мен осы қазақстандық инвесторлардан өте көп байқайтын, осы сала бойынша әртараптандыруды қатты байқайтыным, портфелінің көп бөлігін тек қана банктік компанияларды қойып алады. Мысалы Халықбанк, Каспий банк, Форте банк, Банк-Центр Кредит банк деген секілді компанияларды қосып алады. Тек қана бір саладан тұрады портфелі. Егер ол сала қатты зардап шексе, болмаса Қазақстанда бір заң шығып қалатын болса, сіздің бүкіл осыған дейінгі жинап келген, ұзақ жылдардан бері инвестиция жасап келген, тауып келген табысыңыз бір ғана сәтте қатты зардап шегіп қалуы мүмкін. Сол үшін де біз сала бойынша әртараптандыруға өте қатты маңыз беруіміз керек. Осы жерден сіз бір тоқтап, бір қарап алыңыз, сіздің портфеліңіз сала бойынша әртараптандырылып тұр ма, жоқ па, осыған баға беріп көріңіз. Егер әртараптандырылмаған болатын болса, тек бір ғана сала ғана болатын болса, мүмкін технология, мүмкін денсаулық сақтау, онда міндетті түрде алдыдағы жоспарыңызға қосыңыз, әртүрлі салаларды енгіземін деп. Жақсы, енді келесі әртараптандырудың екінші тәсілі ол активтер бойынша әртараптандыру. Яғни акциялардан бөлек әртүрлі активтерге инвестиция жасауға дағдылану керек, үйрену керек. Яғни жылжымайтын мүлікке, алтынға, күміске, уранға, біз келесі сабақтарда ол тақырыптарды өтеміз. Алтынға, күміске инвестиция жасау жолдарын. Яғни тек біздің барлық жинап жатқан қаражатымыз тек бір ғана акцияда тұрмау керек, немесе бір ғана облигацияда тұрмау керек, немесе бір ғана депозитте тұрмау керек. Әртүрлі жерлерде тұрған болу керек. Бұл не үшін қажет? Активтер бойынша әртараптандыру нарық құлдырағанда бізге өте жақсы өзінің көмегін береді. Нарық акциялар құлдыраған кезде керісінше облигациялар өте жақсы табысты болады. Сол үшін бізге актив бойынша әртараптандыру өте қатты қажет. Оған сіздерге мысал келтіріп берейін. Мына бір мысалға назар аударыңыздар. Мысал, портфельдің 60%-ін акцияларға, бұл мысал ретінде айтып жатырмын, 20%-ын облигацияларға, 10%-ын алтынға және 10%-ы қолма-қол ақшаға бөлінуі қажет болады. Бұл не үшін? Акциялар жақсы табыс әкеліп тұрады. Облигациялар нарық құлдырағанда портфельдің құнын сақтайды. Жаңағы айтқанымыз сол ғой. Яғни портфельдің 60% акция болса, ол портфельдің өсу әлеуетін арттыра түседі. Ал 20% облигация болса, ол тұрақты ете түседі. 10% алтын болатын болса, яғни тұрақсыз кезеңдерде ол бізді инфляциядан жақсы қорғап тұрады. Яғни қаражат өте қатты инфляцияға ұшыраса, алтын сол инфляцияны өте жақсы қорғап тұратын құрал. Яғни сосын 10% қолма-қол ақшаға. Бұл не үшін? Қолма-қол ақшаға бізге мүмкіндіктерге жол ашады. Не үшін мүмкіндіктерге жол ашады деймін? Нарық кейде құлдырайды қатты. Нарық құлдырайды, нарық әрқашан өсе бермейді ғой. Мысалы, бұлай ұзақ мерзімде өсіп келіп, бір сәтке келіп, бұлай құлдырауы мүмкін да. Осы кезде біздің қолымызда артық ақша болу керек. Яғни мүмкіндікті қалт жібермей алмас үшін. Осындай нарық құлдыраған кезде барлық нарықтағы компаниялар құлдырайды. Яғни барлық компаниялар арзанға сатылына бастайды. Сол кезде бізге қолымызда ақша болатын болса, сол ең мықты сапалы компаниялар, мысалы Microsoft секілді компанияларды арзан бағаға алып қалуға мүмкіншілік туады. Сол үшін де біз портфельді тек қана бір активтен толтыра бермеуіміз керек. Мысалы, көп адамда байқалады ғой. Ол сізден де болуы мүмкін. Портфеліңізді ашып көріңізші, сіздің портфеліңізде тек қана акция тұр ма? Демек, сіздің портфеліңіз ешқандай әртараптандырылмаған. Яғни, сізде ешқандай қорғаныс жоқ дегенді білдіріп тұр. Яғни сіздің тәуекел деңгейіңіз тым жоғары дегенді білдіреді ол. Тек қана акциялар болатын болса. Сол үшін мүмкіндігінше облигацияларды қосуға, алтынды қосуға және өзге де ETF деген секілді өзге де қаржы құралдарын қосуға тырысыңыз, Бірақ басымдылықты акцияға беру қажет болады. Барлығы мысалы 80% облигация қылмай, мүмкіншілігінше басымдылықты сол акцияларға берген тиімді. Енді мынаға назар аударайық. Мына бір суретке назар аударайық. Бірінші формаға назар аударыңыз. Бірінші формада қарайтын болсаңыз, мына бір портфельде 62,5% Apple-дың акциясы, Coca-Cola-ның акциясы және Каспийдің акциясы тұр. Бұл портфельге біз қандай баға бере аламыз? Бұл портфельдің ешқандай әртараптандырылмаған. Тек қана акциялар, компаниялардың акциялары, мысалы Каспийда компания, Coca-Cola-да компания, Apple-да компания. Тәуекел деңгейі сәйкесінше не істеп тұр? Тәуекел деңгейі жоғары болып тұр бұл портфельдің. Ал екіншісіне назар аударайық. Екіншісінде әртүрлі қаржы құралдары көрсетілген. Әртүрлі қаржы құралдары бар мына портфельде. Қарайық, мысалы депозит бар,
облигация бар, Microsoft компаниясы бар, Халық банк бар, алтын бар, ETF бар, қолма-қол ақша бар. Бұның тәуекел деңгейі сәйкесінше төменірек. Ал мынаның тәуекел деңгейі тым жоғары. Не үшін? Өйткені бұл жақта тек қана акциялар жинақталған. Сол үшін де портфеліңізді бір шолып көріңізші. Сіздің портфеліңізде қандай болып тұр? Сіздің портфеліңізде тек қана акция ма? Әлде тек қана акция мен ETF қана ма? Өзге де қаржы құралдарды міндетті түрде алдағы уақытта инвестиция жасаған кезде қосып отыру керек. Мынаның тәуекел деңгейі тым жоғары, ал мынаның тәуекел деңгейі төмен. Не үшін төмен болып тұр? Өйткені бұл әртараптандырылып тұр. Бұл қалай әртараптандырылып тұр? Яғни активтер бойынша өте жақсы әртараптандырылып тұрғанын көре аламыз. Яғни актив бойынша әртараптандыру деген осы. Тағы да өзіңіздің портфеліңізге баға беріңіз. Сіздің портфеліңіз ең бірінші, яғни салалар бойынша әртараптандырылған ба, оған баға беріңіз. Екінші, актив бойынша әртараптандырылған ба, оған баға беріңіз. Егер әртараптандырылмаса, міндетті түрде әртараптандыруға тырысыңыз. Бұл екінші тәсілі, яғни әртараптандырудың екінші тәсілі ол бізде активтер бойынша әртараптандыру. Ал енді үшінші тәсіліне келейік. Бұл елдер бойынша әртараптандыру. Яғни бір ғана елге қатып қалмау. Бір ғана елге қатып қалмай, өзіңізді әртүрлі әлемнің компанияларымен сынап көру. Әртүрлі елдің компанияларына жол беру портфеліңізден орын беру. Инвестицияны енді бастаған кезде сіз қазақстандық компанияларды алсаңыз болады. Алғашында бір жарты жылға дейін өзіңіздің елдің акцияларын портфеліңізге қоса тұрсаңыз болады. Бірақ одан кейін сізге ол портфельді әртараптандыру керек болады. Не үшін? Өйткені біздің елде инфляция деңгейі тым жоғары, яғни ақшаның құнсыздануы тым жоғары. Сол үшін де әрі біз бір ондай қатты күшті емес бір елмен көршіміз, ондай қатты күшті емес, енді аюлар елі дейді ғой, аюлар елімен біз көршіміз. Сол үшін де міндетті түрде портфельді басқа елдің компанияларымен әртараптандыру қажет болады. Оған мен мысалы айқын мысал келтіріп көрейін. Оған мысал ретінде біз ақш-тың экономикасы мен Индияның экономикасын салыстырып көрейік. ақш-тың экономикасы ол дамыған. Бұл жақта технология саласы, денсаулық сақтау саласы, қаржы сақтау саласы қарыштап ең шегіне жеткен. ақш-тың акциялары бұл ұзақ мерзімді инвестициялар үшін өте жоғары табысты болады. Бұл енді былай айтқан кезде бір үйдің үлкен баласы сияқты, өзі орны тауып қойған, салмақты деген секілді. Ал Үндістан ол жоғары өсу әлеуеті бар ел. Бұл елде жұмыс күші өте көп, стартаптар, IT секторы, енді программистер өте қатты дамып келе жатыр. Тіпті әлемдегі ең мықты компаниялардың сол менеджерлері сол үндістандық азаматтар. Сол үшін де бұл Үндістанның өсу әлеуеті жоғары, бұл жақта компаниялардың ақш-қа қарағанда. Өйткені ақш-тың компаниялары олар өсіп, бір сөзбен айтқан кезде потолокқа тірелген. Ал индиялық компаниялар, болмаса үндістандық компаниялар, олар енді өсіп келе жатыр. Оның өсу әлеуеті ақш-пен салыстырған кезде өте жоғары. Яғни біз Үндістан мемлекетіне маңыздылық беріп, оған да портфеліміздің бір бөлігін арнауымызға болады. Яғни портфельді тек қана ақш-тың, тек қана немесе Қазақстанның ғана компанияларынан толтыра бермей, оны біз үндістандық компаниялардан да толтырсақ болады. Мысалы, енді оны қалай алсақ болады деген сұрақ туындайды. Бізде Инда деген ETF бар. Қазір мен өзім Инда деген ETF, осылай жазасыздар. Инда деп тересіздер. Терген кезде бұл осы ETF, яғни Индиядағы компанияларды біріктіретін ETF. BlackRock компаниясы жасаған, iShares деген атаумен беріліп тұр. Индия ETF, яғни Инда деп терсеңіздер, оның тикері Инда деп жазылады, міне осылай жазылады. Терсеңіздер, сіздер, яғни индиялық компаниялардың басын біріктіретін ETF-тарға шолу жасай аласыздар. Яғни бұл нені білдіреді? Елдер бойынша әртараптандыруды өте маңызды. Тек бір ғана елге қатып қала бермей, әртүрлі елдің компанияларын, әртүрлі елдердің нелерін, ең үздіктерін өзіміздің портфелімізге қосып отыруымыз керек. Яғни бұл да әртараптандырудың бір тәсілі. Енді келесі тәсіліне назар аударайық. Компаниялардың көлемі бойынша әртараптандыру, яғни портфельге тек қана ірі емес, орташа, ұсақ компанияларды да міндетті түрде қосып отыру керек болады. Тек қана ірі компаниялар, жаңағы айтқандай, олар тұрақты табыс береді, ұзақ мерзім үшін өте тиімді. Мысалы Microsoft,
Apple деген секілді сол компаниялар, Amazon компаниясы секілді компаниялардың барлығы дерлік, олар андай өзінің орнын алып қойған, өзінің орнын ойып алып қойған компаниялар, олардың өсу әлеуеті жақсы, бірақ олар ұсақ компаниялар сияқты қатты өсу әлеуеті жоқ. Ал ұсақ компаниялар, олардың өсу әлеуеті өте жоғары. Компаниялардың көлемі бойынша үш негізгі категорияға бөлінеді. Олар ірі компаниялар, орташа компаниялар, кіші компаниялар. Ірі компаниялар, large cap деп аталады. Бұл компаниялар енді 10 миллиард доллардан асатын қаражаты бар компаниялар, олар Apple, Microsoft, Coca-Cola, Amazon секілді компаниялар. Ал орташа компаниялар, олар mid-cap компаниялар, олар енді 10 миллиард долларға дейінгі компаниялар жатады. Оларға Pinterest секілді ұсақ, дамып келе жатқан компаниялар жатады. Енді кіші компаниялар, олар көбіне енді small cap, бұлар көбіне 300 миллион доллардан 2 миллиард долларға дейінгі қаражатты құны, компаниялардың құны осындай болатын кіші компанияларды құрайды. Оларға Zoom секілді ең ұсақ компаниялардың бірі жатады. Яғни компанияларды да біз осындай категорияларға бөліп портфельге қосқанымыз өте маңызды. Сіз портфеліңізді өзіңізге скрининг жасай берсеңіз болады. Так, менің портфелім не болып жатыр? Компаниялар бойынша әртараптандырылған ба? Компанияның көлемі бойынша әртараптандырылған ба? Ел бойынша әртараптандырылған ба? Осыған өте қатты маңыздылық беріп, міндетті түрде бір қарап шығыңыздар. Мысалы, сіздің портфеліңізді Apple болсын, болмаса, енді мысалы ірі компанияларға портфеліміздің көп бөлігін беруге болады, бірақ кіші компанияларға портфеліміздің көп бөлігін бере алмаймыз. Өйткені олар андай ғой, енді өсіп келе жатқан, әлі нарықтан өзінің орнын ала қоймаған компаниялар. Сол үшін портфельге кіші компанияларға көбірек орын бермей, керісінше оларға кішкене болса да портфельдің бір бөлігін беріп қойған жөн. Мысалы 3%, 2% деген секілді. Сөйтіп портфельді компаниялардың көлемі бойынша да әртараптандыру өте маңызды деп саналады. Енді келесі ең негізгі және соңғы тәсілдің бірі ол валюта бойынша әртараптандыру. Яғни сіздің валютаңыз тек бір ғана валютадан, сіздің портфеліңіздегі яғни компаниялардың барлығы бір ғана валютадан құралмау керек. Олар әртүрлі валюталардан жиналу керек. Ол доллар болсын, ол теңге болсын, ол юань болсын, ол басқа да валюталардан құралу керек. Не үшін? Өйткені ол бізді инфляциядан қорғайды. Инфляциядан қорғайтын ең негізгі тәсілдің бірі ол валюта бойынша әртараптандыру және жаңа айтқандай активтер бойынша әртараптандыру. Енді валюта бойынша әртараптандыру не үшін қажет, не үшін маңызды? Тек қана теңгемен ала берсем болмай ма деген сізге сұрақ туындайды. Енді біз мына бір мысалды негізге алайықшы. Мына бір мысалды, біздің өзіміздің көршілеріміз бар. 2022 жылы болған санкциялар, Ресейге салынған санкция. Рубльдің құлдырауына, көптеген компаниялардың Ресейден кетуіне өте үлкен әсер болды. Яғни Ресейдегі азаматтар тек қана рубльмен инвестиция жасап, мысалы ұзақ жылдардан бері 10 жыл бойы рубльмен инвестиция жасап келе жатыр, келді да Ресейде бір күнге санкция салды. Сол сәтте бүкіл қанша 10 жыл бойы жинап келген рубльмен инвестициясы бір күнде күл-талқан шығады. Яғни не үшін маңызды екенін түсініп жатсыз ғой? Сол үшін де біздің портфелімізде әртүрлі валютамен қаржы құралдары болу керек. Мысалы, тек қана теңгемен бола бермеу керек. Доллармен да алып қою керек. Болмаса юань деген секілді, болмаса евро, әртүрлі валюталармен міндетті түрде, криптовалютаны да біз валюта қатарына жатқыза берсек болады. Міндетті түрде біз өзіміздің портфелімізді осылай валюта бойынша да әртараптандырып отыруымыз керек. Енді сұрақ туындайды бізде. Тек қана теңгемен ала берсем не болады сонда деген сияқты. Енді айқын мысал келтірейін сіздерге. Теңге бағамы, теңгенің құны 32 жылда 110 есе құнсызданып кетті. 1993 жылы 1 доллар 4 теңге 69 тиын болатын болса, қазір 517 теңгеге дейін құнсызданып кетті. Яғни 32 жылда 110%-ға 110 есе құнсызданып шыға келді. Сол үшін де тек қана теңгемен инвестиция жасай берсеңіз, біздің теңгенің құнсыздануы сіздің портфеліңізді,
яғни жұтып отырады. Қанша өсім көрсеткеніңізбен біздің инфляция сіздің сол өсіп отқан қаражатыңызды өзіне жұтып қойып өлтіріп қойып отырады. Сол үшін де міндетті түрде валюта бойынша әртараптандыру өте маңызды деп саналады. Енді қарайық, біздің дәл қазіргі жылдық инфляциямыз ұлттық банктің ресми сайтынан алынған. Дәл қазіргі кездегі біздің жылдық инфляциямыз 2025 жыл. Жылдық инфляциямыз біздің 12,4% құрап тұр. Яғни биылға біздің теңгеміз 12,4%-ға өзінің құнын жоғалтты. Бұл тым жоғары көрсеткіш. Әдетте 3%, 4%, 5% болу керек. 5%-дің өзі жоғары деп саналады. 2%, 3% болса ол жақсы. Бірақ енді жылдық инфляция 12,4% деген ол тым жоғары екенін ұмытпауымыз керек. Сол үшін де портфельді міндетті түрде өзге валюталармен да қорғап тұрған өте маңызды. Міне осылай, яғни біздің жасайтын болмаса құратын портфеліміз осы 5 мен айтқан критерий бойынша, яғни мен айтқан 5 әртараптандыру салалары бойынша міндетті түрде бөліну керек. Біріншісі ол бізде салалар бойынша әртараптандыру керек, екіншісі активтер бойынша әртараптандыру керек, үшіншісі ол елдер бойынша әртараптандыру керек, төртіншісі компаниялардың көлемі бойынша әртараптандыру керек, бесіншісі валюта бойынша әртараптандыру өте маңызды. Біз осыған мән қоюымыз қажет болады. Және бұдан да өзге әртараптандыру жолдарын мен сабақтың дәріс бөлімінде кіргізіп қойдым. Міндетті түрде қарап оқып алыңыздар. Енді мен өзімнің портфелімді осы әртараптандыру бойынша қадағалап, әрқашан назарда ұстап отырам. Соны сіздерге жалпы портфелімнің жалпы құрылымын көрсетейін. Бұған дейінгі сабақтарда да көрсетіп келе жатырмын. Енді қараңыздар. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, ең бірінші бізде не болды? Құралдар бойынша әртараптандыру, сала бойынша әртараптандыру. Бұл жерде енді бір ғана сала емес, әртүрлі салалардан жинақталған. Менде технологиялық компаниялардың акциялары да бар, банк саласының, денсаулық сақтау саласының акциялары да бар. Әртүрлі салаларға кем дегенде 7 болмаса 9 салаға әртараптандырылған. Ол яғни сала бойынша әртараптандыру менің портфелімде көрініс тауып тұр. Ал активтер бойынша әртараптандыру мына жерде енді айқын көрінеміз. ETF, болмаса облигация, алтын, қолма-қол ақша, депозит, криптовалюта, IPO-ға салу, металдарға салу. Осындай әртүрлі құралдарға, яғни активтер бойынша әртараптандырып тұр портфелім. Ол жағынан мінсіз, ол жағынан өте жақсы болып тұр деп айта аламын. Елдер бойынша әртараптандыру: Қазақстан бар, Япония бар портфелімде, сонымен бірге ақш бар, барлықтарыңыз білетіндей. Осындай елдерге бөлінген. Солтүстік Корея бар, содан кейін тағы да өзге Германияның компаниялары бар, Қытайдың компаниялары бар. Елдер бойынша міндетті түрде әртараптандырылған. Компаниялардың көлемі бойынша да тура сондай яғни мен өзім айтқан 5 тәсілдің барлығы бойынша бұл менің жеке портфелім міндетті түрде әртараптандырылған. Енді сіздерге де осындай кеңес беремін. Портфеліңізді өте мұқият қарап шығыңыз. Жаңағы айтқан 5 тәсіл бойынша әртараптандырылған ба, жоқ па? Осыған өзіңіз баға беріңіз. Егер сіздің портфеліңіз әртараптандырылмаса, онда осы 5 тәсіл бойынша міндетті түрде әртараптандырып шығыңыздар. Бұл сіздерге өзінің көмегін өте жақсы тигізеді, және ол сіздерді қаржыңыздың жоғалып кетуінен, қаржыңыздың құлдырап кетуінен сақтайтын болады. Жақсы, ендеше бүгінгі сабақ аяқталды. 7-ші сабақ, келесі сабақта кездескенше.